Кайырлы күн, Орда Бастаймыз YouTube арнасының тұрақты көрермендері, өздеріңізбен бірге ауыр атлетикадан әлем чемпионы, әлемнің күміс жүлдегері, жерлесіміз, өзіміздің ауданымыз азаматы Нұрғиса Әділетұлы қонақта. Нұрғиса, уақыт бөліп студиямызға қонақ болып келген үлкен рахмет. Биыл жылдың қорытындысы болып жатыр. Ол жылдың қорытындысы да биыл жылдың нәтижесі өте үлкен болды. Біз жаңағы қалай дейді, Ильиннен кейін штангын көрмей кеттік қой. Ильинді жіберді, медалін тартып алды, одан кейін штангыға деген қызығушылық болмай қалды. Бірақ осы қызығушылықты қазақ елінің жаңағы штангыға, ауыр атлетикаға деген назарын қайтадан өзің аударып бастадың. Оның өзі де үлкен жеңіс, оның өзі де қалай дейді, елдің алғысы, елдің батасы. Оның үстінде жаңағы кадрға түсе бермейтін бір тұлға бар, ол анасы Нұрғисаның. Үнемі жанында жүреді, үнемі дұға қылады. Біз көрген кезде анасымен бірге көреміз. Сондықтан осы жаңағы қалай дейді, бір оқиға есіме түсіп тұр, енді айтайын десем де ұзақ болып кетеді. Бірақ түптің түбінде келгендегі айтайын деген нәрсем жаңа осы анамызбен, әке-шешелеріміздің дұғаларымен жетістікке жетіп жатырмыз ғой деген нәрсені айтқым келіп тұр. Рахмет келгеніңізге, қонақ болып. Ендеше сұрақты төтесінен бастамай-ақ қойын. Бірден ауылдан бастайын да, жаңағы бөгенден. Бәріне қызық қой жаңағы бөген. Енді бөген десе бізде қазір не еске түседі? Үлкен көл. Көл, сонымен балық. Бірақ бүгін сол жаңағы не өзгеріп жатыр. Бүгін бөген десе көл, балық, және Нұрғиса еске түседі. Нұрғисамен бірге жаңа штанга. Бұл бөгенге қаяқтан штанга келіп қалды деген сұрақ қой жаңа. Армысыздар, бүкіл қазақ елі, Ордабасы ауданының тұрғындары, және де өзім бөген ауылым. Бәріне жалын сәлем. Мен осы бөген ауылда туып өстім. Сол 2000 жылда туылып, сол 7-ші классқа дейін осы ауылда оқыдым өзімнің. Сол 7-ші класстан кейін жаңағыдай мамамның сіңілісі бар, соның баласы Бөлем ғой. Сол Бөлем сол Алматыда оқитын, сол Алматыда. Мен өзім жалпы гимнастикаға қызықтым, мен күреске қызықтым. В общем, спортқа жақын болдым, қатты жақын болдым. Кәдімгідей класста спорт секторы болдым жаңағыдай. Жүгіруден ешкім жете алмайтын кәдімгідей. Қолмен жүретінмін, сальто тастайтынмын, в общем, спортқа қатты қызықтым. Сонымен жаңағыдай Бөлем шақырды ғой, кесе көрсей деп жаңағыдай, штангіге қатысып көрсейші, тренерларға көрін деп. Ол Бөлеңізде штангист қой? Штангист болған, Ол өзінің шелден қатысып, сояқтан қатысып, сосын спорт школаға түскен сояққа. Алматыға, интернет спорт школда. Соған шақырып, сонымен барып, тренер көріп, жаңағыдай сразу алды ғой. Сосын беріп, анашымда жаңа айтқым, 7-ші класты биыл бармай-ақ қой, келесі жыл бар деді. Мен жаңағыдай енді барғым келді кәдімгі қатты, сонымен жылап қоймай тұрып алдым, жаңағыдай барам деп, сосын қоймастан анашым жіберді. Өзім мені бір өзім еще автобусқа салып жерді ғой, Алматыға қарай. 7-ші класты бір өзім автобусқа салып, сол сияқтан өзім әпшем күтіп алып, ол жақта да әпшем тұратын, сол әпшем өз қол астына алып, сол маған қарап көмектесіп, сол поддержка беріп жүрген сол бауырларым. Отбасымызда сол 2 әпкем, 2 ағам бар. Кенжесіз қойын? Итін кенжесім, Яғни жаңағы бұл әлем чемпионатының медалі сол 7-ші класста басталған дейсіз ғой. 7-ші класста бөгеннен шығып, Алматыға кетіп баратқан жолдан басталды. Как раз сол 2012 жылы еді ғой, Илья Ильин олимпийский, двукратный олимпийский чемпион болды жаздың күні. Сол жаздан кейін сол далада жатып, тапчанда көріп, сол жатқан кезде ол кезде кім Зүлфия Чиншанло алды, Светлана Падоведа, Майя Манеза штангіден 4 алтын алған еді сол кезде, 2012 жылы. Кәдімгі штанг дүркіреп тұрған кезде ол кезде. Сол кезде де кәдімгі сонымен алақталған сондай бұйрығымен сөйтіп түсіп кеттік қой, сол спорт школы шаңырақ. Көкеге салды дейсіз ғой жаңа. Одан қалса жаңа 4 алтын себеп болып отыр. Тапшанда жатып ойланып жатсың. Өзім олимпиада чемпионы Нұрғиса Әділетұлы деп хабарлап жатыр деп. Баяғыда сол Ильядиндерді көргенде денеміз дірілдеп, не істеп, кәдімгі қуанатын ек, көрсек армандайтынбыз. Кәдімгі мысалы қазір жанымызда жүр. Бірге ғой қазір жаттығу. Братан деп жүрміз. Өздерінің ақылдарын айтады қазір. Қасында жүрміз. Яғни анаңыздың батасын алып шықтыңыз ғой жаңа, қоймай жылап түсем дегенге, келесі жыл түс дегеніне көнбей, биыл түсем деп анаңыздың батасын биыл қалып алдыңыз ғой жаңа. 7-ші классқа. Өзде де мысалы ағам армияда болған кезде, ол кезде ағам армияда жүрген.
әкем жаңағыдай 2 күн істеп 2 күн демалып сөйтіп жұмыс істейтін. Анашым жалғыз енді ауызда, жалғыз ғой ауылда. Сонымен жаңағыдай сол кезде сөйтіп жіберді ғой. Ой, бар енді балам деп. Негізі қасымда көп достарым да болды ғой негізі. Класстастарым соларға жай жүр деп жүрдім ғой мен негізі. Көбісін тартып жүргем, келіңдер деп. Жаңағыдай жүрмейді ғой ауылда. Ой, ауылда тірлік істеу керек, оны бүйту керек, сөйту керек дейді. Сол негізі қазір сол өкінетті қазір маған айтады да, сенімен бірге кетіп қалу керек еді сол кезде қазір деп. Қазір осындай жұмыс істеп жүрмейтін едік деген сияқты ше. Сенімен бірге жай чемпион болып жататын едік дейді да. Содан кейін қазіргі ауылдың балалары қазір бізден 4 бала ма қазір өзі сол шаңырақ спорт школада оқып жатыр қазір. Қазір оқып жатыр. Уже балаларын уже ата-аналары уже осылай мен шығып жатқаннан кейін менің де балаларым осындай болсын деп уже ата-аналар жіберіп жатыр да уже балаларын. Қолға ұстамайды жаңағыдай. Штангыдан именно, иә? Иә, штанга атлетика спортынан, иә. Сол шаңырақтағы Дәулет ағадай тренер бар. Сол жаңағыдай шақырып, уже балалар тартып, уже бөгеннен шығарғысы келіп жатыр. Бөгеннен шығатынын біліп алды да. Чемпиондар мықтылар көп екен. Қазақтың жақсы сөзі бар ғой, жаңа алтын шыққан жер белден қаз деп. Иә. Сол жерде бөгеннен қазақ тағы да шығады деп отыр ғой. Сондай қаласа біздің жалғайтын ізбасарлар артыңнан ағалап жүретін інілер шығып жатса үлкен қуаныш қой. Әрине, мен жаңағыдай біздің қазір мысалы ауданның өзіне штангыдан әлем чемпионы деген бұл былай айтқан кезде нонсенс дейміз ғой жаңа. Таңғаларлық нәрсе. Өйткені күреспен танылған ауыл, күрестің жаңағы қалай дейміз, қара шаңырақ болып кеткен жер. Бір қарасаң жаңағы неден штангыдан чемпион бері шығып отыр. Енді Қажымхан атамыздың өзінің жатқан жері мысалы осы Ордабасы. Мықтылар шығады ғой. Алысқа кеткен жоқ. Күрестен де, штангыдан да көтерген кезінде мысалы ойлаймын да, сол Қажымхан ата қазір сол мысалы тірі болатын болса деймін да, сол кезде штанга қанша килограмм көтеретін еді деген сияқты. Ешкімде шанс болмайды дейсіз ғой. Қартайғанша. Ана Бразилияның несі бар ғой жаңағы қазір қойған шығар ол кісі 5 дүркін олимпиада чемпионы. 5 дүркін? Қайсысы? Неден? Еркін күрес қой деймін, қателеспесем. Жоқ, грек-римнен ба? Грек-римнен ба? Яғни самолеттің алдына шығып барды ғой ол. Кубалық. Кубалық. 5 дүркін олимпийский. Сол сияқты жаңағы Қажекеңде қартайғанша бір 10 дүркін, 5 дүркін олимпиада чемпион болып қояр ма еді деп ойлаймын. Өйткені қартайған кездегі ана көтерген тастар бар ғой жаңағы. Не деген салмағына тас? О, деген салмақтар 500 кило, 400 килодан шыққан ғой. Қазіргі мысалға бізде тяжеловесте бір Талақадзе деген жігіт, сол тяжеловесте өзінің салмағы бір 155-160-тай. Ең көп көтерген салмағы 270 килограмм да. Мысалы Қажымықтан сыр болса қазір 300-400 әшейін көтеріп жүрген. Онда да жаңа бейімделмеген заттар ғой, тастар ғой деймін да көтеріп жүрген. Қазір ыңғайланып штанга сияқты витамин ішіп не алатын болса, Қажекең әлемді аузына қаратып қоятын азамат болайын деп тұр ғой тағы да. Иә. Жалпы жарыс болғаннан спорт болғаннан кейін жарыс болады енді. Спорт үшін шындайтын нәрсе жарыс қой. Ең алғашқы үлкен жарыс. Ана медалі қолға ұстап, ана бір сезім болады ғой, айнаға барып медаль тағып көріп, қалай мен ба бұл, мен емес па деп. Негізі жалпы спортқа келгелі сол жарты жылдың ішінде Қазақстан чемпионатынан 2-ші орын алғанмын. Сол чемпионаттың 2-ші орын. Иә, мен үшін сол ыстық медаль. Содан кейін мен енді шетелдік жарыстарға сол 2018-де шыққан болатын. Жаңағыдай не жақта Сува, Фиджи бар, остров бар. Сол жаққа шыққан кезде мен ұтылып қалдым сол кезде. Кәдімгідей негізі мықты болып дайындалып жүргем. Білмеймін, аяқ асты кәдімгідей ұтылып, кәдімгідей думқа кіріп кеттім ғой. Тренер де айқайлады жаңағыдай. Болды сен, короче, сбордан шығарамыз, анау мынау, короче. Сондай әңгімелер айтып, кәдімгідей думқа кіріп, өз-өзіме жынданып. Сондай бір қиын кез болды да сол кезде. Содан кейін уже ары қарай уже адам ұтылған сайын ашылады екен ғой негізі. Солай шыңдалып, уже жаңағы тренировка істеген кезде 2 есе жаттығасың жаңағыдай. Ұтылмау керек, келесі жолы көрсету керек, дәлелдеу керек деген сондай үлкен мақсат арманмен жаттығу істейсің. Сөйтіп дайындалып, жаңағыдай Северный Кореяға бардық біз, жастардың арасындағы Азия чемпионаты болды. Вот сол кезде жаңағыдай бірінші орын алып тұрған жерінен жаңағыдай 2-ші орын алып қаламын ғой. Оның өзіне мақұл шүкір дейміз. Уже адамды шыңдай береді ғой, кішкене жетіп жатық та сөйтіп шыңдалады екенсің. Жалпы спорттың өзі сондай. Содан кейін сол 2019-да сол неде болады, Өзбекстанда болады тоже.
19-да. Иә, чемпионат Азия юниорский жаңағыдай жастар арасында 20 жасқа дейінгілердің арасында. Вот сол кезде 3 алтын жеңіп аламын ғой. Кәдімгідей 3 алтын жеңіп тұрып, сол бүкіл спорт юниор жастардың арасындағы үздік спортшы атанамын ғой. 19-да. Иә, кәдімгідей Аллах тағаланың өзі мә деп екі есе қылып берді жаңағыдай еңбегіме, осы уақытқа дейін шыдағаныма жаңағыдай. Одан кейін дайындалдық, жаңағыдай Поздоровскийдің уже олимпийский чемпиондарымен 20 жасымда уже олимпийский чемпионмен уже Азия чемпионатында жарысқа шығып жатырмын да. Жаңағы ұтып тұрған жерім тоже жаңағыдай екінші орын алып қалып. Сол адам сол жарыстарға шыққан сайын шыңдала береді екен, ашыла береді, үйренеді, опыт жинайды жаңағыдай қобалжу дейді мысалы. Сол қобалжуды қалай ұстау керек, қалай оны жаңағыдай өз-өзін басқару керек деген сияқты. Соның бәрін уақыт келе үйрене бересің. Сөйтіп сол жаңағыдай баспалдақ қой. Сол баспалдақпен көтеріліп жаңағыдай шыңына жетіп қалдық қой, жалпы Құдай қаласа. Сөйтіп олимпиадаға дейін бір баспалдақ қалып тұр дейсің ғой. Иә, олимпиадаға дейін бір баспалдақ қалып тұр, Құдай қаласа. Жаңа жеңілістен кейін дедің енді, кез келген спортшыда болатын нәрсе ол. Енді бүгінгі таңда ол екі есе артып кетті деп айтуға да болады. Өйткені бұрын алдын мынау интернет әлеуметтік желі дамымай тұрған кезде спортшы жеңілісімен өзі және бапкер, соның айналасындағы адамдар ғана болатын. Ал қазір бір спортшы жеңілетін болса, біздің кейде қазақ жанкүйерлері де қатал ғой, жаңа қатал дейміз ба, қатыгез дейміз ба, жерден алып жерге салады ғой, жаңа болтпен қоя салыңдар деп жаңағы тіпті мына қатардан да шығарып тастаңдар деген сияқты әңгіме айтып тастайды. Осындай кезеңдерде жаңағы осындай бір сәтке түсіп қалған спортшыларға бір айтатын ақыл кеңес бола ма? Артынан өсіп келе жатқан нелер, жаңағы 4 жігіт өсіп келе жатыр дейікші. Құдай қаласа сол жігіттерге ертең осындай болады. Буллинг дейміз ғой былай айтқан кезде. Қазір осы әлеуметтік желімен-ақ біраз спортшының мысын басып тастап жатыр. Біраз спортшыны негізі жаңағы жанайын деп тұрған бір сәті келмей тұр ғой, енді сол сәтіне жететін уақытында осындай буллингпен-ақ, әлеуметтік желімен-ақ өшіріп тастап жатқан жағдайлар болып жатыр. Енді осындай тұрғыда қазір жаңағы жеңілістен кейін қандай не қайта тұруға алып келеді, қандай ішкі бір стержень дейміз, жаңағы мотивация дейміз, болмаса бір пайдаланып жүрген бір әдіс тәсілдер бар ма оған? Иә, ол нәрсе бар нәрсе, ол мысалы бәрі идеальный болмайды ғой. Адамдардың ойы әртүрлі. Негізі ол ондай нәрсе, ондай әңгімелер, ондай сындыру, егер сондай нәрсе келіп жатса, ол мысалы сол спортсмен егер мықты болатын болса, егер жаңағыдай ондай нәрсе, ондай профессиональный спортсменде ондай әңгімелерді неге сындырмау керек. Сындырмау керек. Көңіл аудармау керек дейсіз ғой айтқан кезде. Көңіл аударғанда аударасың ғой, бірақ ол сәл болса әсер етеді ғой бәрі, жаңағыдай бір ойлап қоясың. Мысалға маған ондай әңгімелер келіп жатса, мен мысалы өзім сындырмауға тырысамын да, ондай нәрсеге мән бермеуге. Мен өзім не істеп жатқанын білемін. Уже өзіме пайдалы ма, зиян ба, өзім не істеймін да, оны шешемін да. Ал басқа біреуге не істемеу керек та оны. Басқа біреу мынау бүйтіп айтады екен ғой, былай жасайды екен ғой деген әңгімеге қарамау керек та. Пікірлерге мән бермеу керек. Пікірлерге мән бермеу керек. Ол енді өмір болғаннан кейін барлығы болады да, барлық адам қателеседі, түзеледі, оны барлығын біз енді профессиональный спортсменбіз, біз бәрін өзіміз білеміз ғой, мысалы не істеу керектігін, мысалы жарысқа дейін не істеу керек, қалай жүреміз, қалай жүру керек, оның бәрін біз білеміз. Енді сырттан әңгімелер айтылады, оның бәріне мән бермеуге тырысамыз, оның бәрі айтыла береді. Бір жағынан ол нәрсе болған дұрыс деп ойлаймын негізі. Сын болғанда дұрыс дейсіз. Иә, сын болғанда дұрыс, әрине, мысалы. Бірақ сын жаңағыдай жөнімен болу керек дейсіз. Жөнмен болғанда дұрыс. Бірақ енді сөзің аузынан ұрғойса, сөзің бөліп жіберейін. Осман ағаң танисың, сауданың тумасы Қырғызбай Осман. Жанында жүрмеген адамдар білмейді да спортшыны мысалға. Бір жарыста өткенде күресті, неден қарадым, теледидардан, өзіне ұқсамайды. Шаршап тұрған бір нәрсе жетпей тұр. Сөйтіп жарыстан кейін сұраймыз, онда не болды? Bir нәрсе болып қалды ма, ауырып қалдың ба, не болды? Сөйтсем, кішкене тұмауратып қалған едім. Оны енді тұмауратып тұрдым деп жарысқа шықпай қоймаймыз ғой дейді. Сол жерде жаңағы соның белгісі берілді, шаршап қалдым, жаңағы өкпе дұрыс жұмыс істемеді дейді. Енді оны жанкүйерлерге айтпайды ғой. Біздің жанкүйерлерге оны айтсаң, ауырсаң нең бар шығып, жастарға бермейсің ба деп жаңағыдай сондай бір нәрселерді айтып кетеді ғой. Сол тұрғыдан қараған кезде жаңағы спортшының өзі де бұл биологиялық жаратылыс қой, бәріміз адамбыз, бәріміз ауырамыз, бәріміз жаңағы бір тән, бір жаннан тұрамыз. Көбінде сын айтатын кісілердің жаңағы бір темірге сын айтып жатқандай айтып жібереді. Темір ғой, ол ауырмайды, ол жаңағы ойланбау керек, ол уайымдамау керек деген сияқты нәрсені.
осы тұрғыдан алған кезде жаңа жақсы пікір айттың. Ешкімнің пікіріне мән бере бермеу керек. Өйткені не? Мақсат әрбір спортшыда, профессионал спортшыда ол олимпиада. Жаңа айтып отырмын ғой, мақсат арманың бар кезде сен жолыңда ешкім кедергі жасай алмайды жолыңда. Жасамау керек. Даже мән бермеу керек. Жоқ, жасайды ғой, бірақ ол саған, проблема болмайды ғой. Сен өлген арманың, мақсатың тұрса, алдында кедергілер вообще саған қарсы тұра алмайды ғой. Деп ойлаймын жалпы. Тек жаңағы қалай дейді оны, штангамен көтеру ғана кедергі емес, адамдарды да мысалы бізге де сынақтар келіп жатады ғой, мысалы травмалар болып жатады, мысалға уже бұның бәрі уже білеміз да біз, ертең кетеміз, қайтадан біз істей алатынымызды білеміз, жаңағыдай оның бәрі уже басымыздан өтіп жатқан нәрсе да. Ертең не істей алатынымызды білеміз, қалай дайындалу керектігін біліп тұрамыз, мысалға қанша уақыт демалу керектігін білеміз, қанша уақыт жаттығу керекпіз, ана жарысқа қанша уақыт қалды, соның бәрін уже тренерсіз біз өзіміз уже біліп тұрамыз да. А тренерлар бізге қасымызда жүріп соны көмектесіп, жетпеген жерімізді жеткізіп сөйтіп жүреді да. Уже профессиональный спортсмен, заслуженный мастер спортын Аллаға шүкір алдық қой. Қазақстан еңбек сіңірген спорт шеберін алдық. Соған лайықты болу керек деп ойлаймын, сол нәрсеге. Алла лайықты қылсын. Жалпы спорт жолында ең көп әсер еткен адам кім деген сұрақ қойылатын шығар енді. Иә. Бұл енді спортты жаңағыдай ғой, кезінде көріп өстік Ильин ағамыз ғой, Ильин ағамыз, Жастан Қыдырбаев, жаңа Алмас Үтешев, солардың бәрі уже сборный командада осы штангыда жүрген ағаларымыз ғой. Сол кісілерге жалпы қарап өстік қой, сол кісілерге қарап өстік. Біз енді оған дейін көп қатты танымайтын, сол өзім штангыға келгелі сол кісілерді Қазақтан шыққан кімдер бар деп қарай бастаймыз, жаңағыдай көрдік, сборный команда, біз осылармен жаттықсақ екен ғой деп армандайтынбыз жалпы. Мен өзім бүкіл спортсмен, бүкіл әлемнің спортсмендерін қарап жүретін. Ютубта бар, видеолары бар, соның бәрін қараймын. Бүкіл не видео бар штангыға қатысты, соның барлығын қарап, өзіме керек жерімді таңдайтын ғой, өзім керек жерімді алып, жаңағыдай балаларға да айтамын, мысалы техникамды өзгертіп отырамын, осылай істесем қалай болады екен, былай істесем қалай болады екен, соның бәрін өзі былай өз-өзіме құрастырып алдым ғой. Жаңағыдай ғой, спортсмен өзі түсінбейінше ол нәрсені жасай алмайды да. Тренер қанша айтса да ол жасай алмайды. Спортсмен ол өзі түсіну керек та. Спортсмен қашан сол күні түсінеді, ол сол кезде ғана спортсмен жасайды да. Сол тренерімді айтып отырады, көрдің ба деп, мысалы қанша айтамын дейді да, тренерімді уже біледі, бір-бірімізді ыммен дыммен түсінеміз ғой қазір. Ол жаңағыдай айтып отырады да. Мысалы қанша айтамын осыны түсінбесін дейді да, көрдің бе міне, өзің түсіндің, міне өзің жасадың дейді да. Сол сияқты бүкіл спортсмендерді қараймын мен, кәдімгідей барлығын қараймын. Мынау ұнамайды деп мынаны қарамаймын емес, бүкіл мықтылары болсын, техникасы нашар болсын, бәрін қараймын да. Біреудің мысалы характері ұнап қалады, біреудің мынандай техникасы ұнайды, біреудің секіргені ұнайды, біреудің мынандай жасап жатқаны ұнайды да. Соның бәрін өзіме керек жерімді алып сөйтіп осылай шыңдалдым ғой жалпы. Сол қазіргі артынан келе жатқан жас ұрпаққа да, мысалы бауырламада, інілеріме де айтып жатырмын. Барлығын қараңдар, видеоларын қараңдар, жаңағыдай. Одан ешқандай ұялмаңдар, қараңдар, жасап көріңдер, өздеріңе эксперимент жасаңдар, практика жасаңдар деймін да. Солай дамисыңдар деп өзім мысалы ақылымды айтып жүремін інілеріме. Жаңағыдай бізде баяғыда қызығып отыратынбыз ғой, сол ағаларымыз жаңағыдай сол бізге киімдерін берсе екен, футболкаларын берсе екен деп сөйтіп қызығатынбыз қатты. Осындай Қазақстан деген сияқты. Қазіргі інілеріме барынша жаңағыдай өзімнің заттарымды беруге тырысамын, жаңағыдай футболка болсын, кеше жарыста киген мысалға ислам ойындарында кешегі өзім алдынан шығып жатқан Ерасыл деген бауырым бар. Соған беріп жатырмын, саған жұғысты болсын деп. Оларға да мотивация, оларға да жаңағыдай приятно ғой, былай айтқанда, керемет. Ерасыл қазір интернатта оқиды осында, иә? Иә, Ерасыл қазір сол жақсы өсіп келе жатыр. Құдай қаласа. Соған енді үміт артамыз, Құдай қаласа. Артымыздан өсіп келе жатыр. Жасұлан деп қалдым. Жәкеңді жақсы танимыз бірге. Жасұлан Қыдырбаев, иә. Дастархандас болдық бірге. Кімді? Османмен жақсы араласады, сол кісіні. Иә, бірге ЦСКА-да жұмыс істейді. Күтіп алуға барады, не алып жатқан кезде, жаңа дайындалып жатқан кезде, Ордабасының жігіттеріне ризамын деді. Бір-бірін қатты қолдайды деді. Жәкең сөз есіме түсіп отыр ғой жаңа. Соны жаңа өзіңде айтпақшы. Мирға кетіп баратқан кезде бата берген, дұға қылған видеосын көрдік жаңа. Жәкең бауырым менің жолымды берсін деп. История салғанбыз. Жақсы жігіт қой бауырымыз. Андай жүрегі кең қазақтың біртуар азаматтарының бірі. Қазақтан шыққан тұңғыш әлем чемпионы. Тұңғыш әлем чемпионы. 2014 жылы. Қазақтан шыққан тұңғыш олимпиада чемпионы, Құдай қаласа, сұрақ белгі болып тұр да. Сұрақ белгі болып тұр.
Кудай сол олимпиаданын алтын официальный олимпийский чемпион жоқ болып тұр ғой қазір. Ильяндікі 2 алтын алып қойды жаңағыдай. Ол болғанның өзінде де қазақтан жоқ болып тұр. Қазақтан жоқ болып тұр, Құдай қаласа сол алтын ауылға келеді деп дұға қыламыз. Құдай қаласа бәрі саламыз. Алтынды жаңа айтып отырық қой, жаңа бөген деген кезде бөгенден олимпийский чемпион шыққан, олимпийский чемпиондар шыққан деген жаңа тек көлмен емес, чемпиондармен еске алатындай. Алла сол күндерге жеткізу нәсіп етсін. Жалпы енді спорттағы нәрселерден бөлек жаңа өзің ел білетін допинг дау деген қайта-қайта өзі ауыр атлетикадан айналып кетпей қойды ғой. Соның бірі жаңа бір өздеріңе де тиіп кетті. Жаңа естіп жатырық, біз енді құлағымыз шалып қалады ғой, ілінді деген естиміз. Сонымен жаңағы 3 жылға кетіпті дейді, 4 жылға кетіпті дейді, әйтеуір уақыттарын естиміз, ары қарай мән бермейміз ғой. Бірақ жаңа естіп таңғалдым, өзің де аузыңмен айтып отырсың, жаңа бірінші рет бұл біздің тарихымызда жалпы. Ақталып шығу деген. Ел біле бермейді, бірақ допинг дауына ілігіп, одан ақталып шыққан азаматтардың бірі өзің. Осы туралы қысқаша айта кетсең деген. Иә. Сол 2023 жылы біз неге Азия чемпионы болған болатын, сол 2023 жылы майда. Содан кейін жаңағыдай бізде қатарынан әйтеуір спортсмендер сталып допингтан. Сөйтіп как будто бір кезек бізге келген сияқты болды да бір. Сөйтіп бізді ұстады, короче. Біз олимпиадаға уже 1 жыл қалған. Содан кейін енді бір жағынан ойлайсың арам ой жаңағыдай. Специально әдейі алып тастады ма или шынымен шықты ма бізден деген сияқты. Біз өзімізге сенімдіміз да. Бізде ондай ішкен жоқпыз. Ондай только біз восстановление жасайтын витаминдер только сондай ғана спортпиттер ішеміз да. Ондай химикат, ондай допинг деген ішпейміз. Сонымен өзіміз бір жағынан жаңағыдай қатты қапаланасың ғой. Қатты неге түспеуге де тырыстық жаңағыдай думкаға. Сонымен сборда жүрдік, сол тренерім сол хабарлайды, комнатаға келді жаңағыдай. Осылай допинг сенен шығып отыр ана мына деді. Шығып тұр дейді. Сөйтіп жаңағыдай ойланып тұрмын да енді. Хайыр деп жаңағыдай енді қатты не істемей киімдерімді жинадым да сбордан кетіп қалдым үйге қарай. Үйге бардым. Тренер ойбай деп тренер деп машинаға отырып мен қасыма барып ештеңе бірдеңе жасап қоймасын анау мынау деп уайымдау болды. Сөйтіп мені үйге апарып тастады ғой. Обратно өз таксимен қайтып. Сөйтіп енді содан кейін хабарын айтамыз деп жүрді. Әлі точно шыққан жоқ деп. Біраз уақыт өткеннен кейін жаңағыдай соттар басталды ғой жаңағыдай. Сол Американы жаңағыдай нелер адвокаттар жалдап. Сонымен сөйтіп эфирға шығып сөйтіп соттасып жаңағыдай жеңіп шықтық қой. Сол кезде қатты қуандық енді сол олимпиададан кейін ғой. Оған дейін бұл уақыт жаңағы 1,5 жылдың арасында болған уақыт қой. Иә, 18 ай ғой, 18 ай. 18 айдың ішінде. Иә, 1,5 жыл ғой. Соған дейін жүрдім ғой мен арада. Ағамның қасында жүрдім. Иә, көрдік, жарнамаларды көрдік. Ағамның қасында жұмыс істеп жүрдім жаңағыдай. Замена маслада жаңағыдай кассасында отырып. Өзімде енді жаңағыдай енді айлық беріп жүрді, сосын барып айлықты алып тастады. Бізде енді ақша жоқ. Сол кезде енді ағам ғой, жолдас ағам. Иә, жолдас ағам маған поддержка беріп жүрді. Қасымда, сол қасында жұмыс істеп жүрдім. Бір жағынан өзім жаңағыдай такси еттім, өзім виндум болған сол. 2022-де олимпиада, әлем чемпионаты болған кезде өзім таза еңбегіммен алған виндум болған. Сонымен такси еттік. Одан кейін кәдімгі жүресің ғой енді, қалада жүресің жаңағыдай. Бір кезде есіңе түсіп кетеді ғой жаңағыдай, допинг тасталған. Кәдімгі көзің жас кетіп қалады ғой. Ешкімге көрсеткім келмейді, бірақ басқаның көзінше күліп ойнап жүре бересің. Білдірмейсің сырт. Білдіртпейсің да. Жаңағыдай, иә, ішке қарай жаңағыдай еске түсіп қалған кезде кәдімгі көзінен жас бұрқ ете қалады. Деп жаңағыдай қанша дайындалып келе жатырмық мысалы олимпиада ғой бұл деген. Олимпиадаға 1 жыл уақыт қалған кезде Парижге мен кәдімгі несін результатым мықты өсіп келатты да мен кәдімгі олимпиадаға 1-ші орынға деген сияқты. Қатты не болдым ғой 1-ші орынға алуға. Кәдімгі күш қуатым бәрі жетіп тұрды ғой 1-ші орынға. Формада пикта тұрдым. Пикта тұрдым ғой. Сонымен енді сөйтіп олимпиаданы көрдік. Олимпиадада ондай результат болған жоқ қой. Мықты результат болған жоқ. Мен барған кезде результатыңды ешкім көрсете алмады ғой жерде. Көрсетті, бірақ кішкене ғана жоғары да. Мен әлі 1 жыл уақытым бар еді ғой мен. 1 жыл дайындалған кезде барып мен қандай результат көрсететінін бір құдай біледі мысалы. Мен кемі жүлдегерлердің қатарында тұрамын дейсің ғой сен, кемі. Иә, мен өзіме сенімді болдым, мен олимпиада чемпионы болатын едім деген сияқты.
енді хайыр ғой, Аллах тағаланың өзі солай уже қалап тұр да. Содан кейін енді біз жаңағыдай допингтен шығарды ғой енді, жаңағыдай қыркүйек айында ма. Содан кейін бізде декабрьге дейін жаңағыдай 3 ай уақыт қалды да. Бізге айтты федерациядағылар, олар кісілерге көп рахмет, осындай бізде жаңағыдай соттасып, бәрі бізге осындай поддержка беріп, бізді қайтадан ақтап алды. Иә, бұл тарихта болмаған ғой ондай нәрсе. Федерация даже Илья кезінде басқалардың кезінде мысалы оларды допинг тасталып шығарды деген, бізде мысалы соттасып осындай дәлелдеп, осындай витамин ішінен шықты деп, сөйтіп дәлелдеп бізді шығарды ғой допингтен 18 ай беріп. Содан кейін біз уақытымыз келді, енді әлем чемпионаты болады деді, осы 24-те декабрьде болады деді. Соған естисіңдер, 3 ай уақыт алды, дайындалып үлгересіңдер ма? Біз 1,5 жыл демалыста болдық. Ондай қатты жаттығу істемедік, арасындағы нәрсе істеп жүрдік, кішігірім ана мынау. Сөйтіп дайындаламыз дедік қой, барамыз дедік қой. Бағымыз сынайық, хотя бы олимпиадаға бармасақ та, осы әлем чемпионатының алтын алуға тырысайық, бар күшімізді салайық деп. 3 ай уақыт бар. 3 ай уақыт бастық қой, короче, газды. Кәдімгі іште деген от қайнап тұр. Сонымен, короче, әкеттік қой. Тренировка ордық, кәдімгі травма, ондай қатты не істеген жоқ, қараған жоқпыз. Дата осы басып істедік, сөйтіп жарысқа шықтық, 6 медаль жеңіп алдым ғой. Мен бірінші күн жеңіп алдым. 96 килограммда. 96 килограммда. Ертесі күні Артем жеңіп алады ғой. Сөйтіп 2 алтын аламыз ғой. Негізі 3 алтын алуға болатын еді, ана кім, Алексей Чуркин деген жігіт бар. Чуркин ол жеңіл салмақтайды, алдын 81 салмақта. 81-де. Ол да кәдімгі алтын алып тұрған жерінен кішкене 2 жон алып қалды да, жаңағыдай жетпей қалды. Северный Корея жігітке ұтылып қалды. Сонымен екеуміз де алтын алып, тура жаңағыдай айттым ғой, тура 10 жылдағы тарихты қайталадық. Тарих қайталанды. Иә, Жасұлан Қыдырбаев 2014-те алып еді ғой. Сосын Илья алды 105 салмақта. Тура сол сияқты болды да. Қайтадан 96 мен 105 қайтадан қайталады дейсіз ғой. Иә, сондай. Тарих қайталанды, бірақ тарих жаңаруға сәл жетпей қалды. Чуркиннің бір несі жетпей қалды дейсіз ғой. Иә. Иә, жақсы. Алаңқаймен сондай жетістікке жеттік. Бұл жерде жаңағы атап айтатын нәрсе, жаңағы соттасып, осы жаңағы дәлелдеп, оны сол жерде еңбек сіңірген федерация болып тұр ғой. Иә, сол кісілерге Гаджи Шапибич бар. Сол кісілерге үлкен аласын айтамын. Сол кісілер қазір егер еңбек етпегенде еді, бәлки 1,5 жыл емес, 4 жыл, қанша жылға беріледі? Иә, біз үшін күреспесе, не істемесек, жаңағыдай негізі 4 жыл береді ғой. 4 жыл. Ал егер мойындайтын болсаң, 3 жыл береді деген сияқты. 3 жылға кетіп қалады. 3 жылдың өзі аз емес, әлі де бұл циклға жаңағы неге формаға кіретін уақыт емес. 3 жылдың ішінде де формадан шығып кету қаупі бар. Ол кезде біраз жүріп қалатын қаупі бар. Иә, федерацияға да үлкен рахмет. Спорттан кетіп қалатын едіміз, бір қалай білемін. Иә, 3 жылдың ішінде ойды өзгеріп, енді онда осы сұрақ жаңағы қалай дейді, сөзге тұздық болсын, спортшы болмағанда кім болар еді? Спортшы болмағанда білмеймін, екі ағам да жаңағыдай осы кәсіпте, машина саласында жаңағыдай осы кәсіпкер, замена масла, жаңағыдай осы Шымкентте, Алматыда үлкен точкалар бар. Солардың білмеймін, жанында жүретін бе едім, может. Кәсіпкер болар едім дейсіз ғой? Может, сондай бір кәсіпкер ма, сондай бір. Былай мектепте жүрген кезде может быть, оқымыстым ма, бірдеңе болатын. Білмеймін, точно не болатын. Бірақ спортқа қатты қызықтым ғой мен жалпы. Может, басқа спортқа барар едім деген сияқты. Енді бала кезден жол жаңағы негізгі бір жаңағы қалай дейді, түсініктің қалыптасуы сол спортпен байланысты болмап тұр ғой. Жаңағы бір жігіттер бар ғой, мұғалім боламын деп ойлап жүрдім, бір қарасам спортта жүрмін деген сияқты. Жоқ, олай емес, бала кезден сол спортты ойладым, спорттың аяқ-аяғында жаңағы қолмен жүрдім деп жатсың. Аяқпен жүре алмай жатқан кезде адамдар. Жалпы спорттан болады ғой енді, шаршайсың ғой мен әр нәрсе. Бұл енді спорт қазір тек хобби емес қой, бұл спорт қазір өмірлік жұмысың болып кетті ғой айтқан кезде. Азынан кешке шейін осы жұмысың. Шаршайсың ғой арасында, демалғың келеді. Сол кезде не демалдырады, қандай істермен айналысасың? Демалыста ауылға барамын, атқа мінемін жаңағыдай. Үйге барып, сол барынша демалып, восстановление, басқандай көп нәрсемен айналыспай қалған дұрыс деп ойлаймын жалпы. Демалып, үйге барып. Профессиональный спортсмен болған екен, мысалы, барып біреумен доп ойнайтын болсақ, может, бір жеріміз травма қалуы мүмкін, может. Басқа нәрсемен барынша айналыспай отырсам. Бұл жерде жаңағы сұрайын деген кітап оқу, аңға шығу, біреулер балық аулап келеді, атқа мінеді. Енді мен сол андай балық аулауға, аңға шығуға қатты қызықпайды екенмін. Бірақ көргім келеді ондай нәрсені. Сөйтіп жүргім келеді.
бірақ ондай қанша қатты қызықпайды екен негізі. Атқа мінген ұнайды, көкпар тартқан қатты ұнайды негізі. Бірақ болмайды да маған, опасный да, жаңағы травма алып қалам ба деген. Құдай қаласа білмеймін, сол спортты қойып жатсам сол көкпар тартқым келеді негізі. Көкпарға кәдімгідей дайындалып тренировка істеп та, кәдімгі профессиональный сөйтіп қатысқым келеді көкпарға. Өте қатысам. Полкіде, ойдың полкісінде тұрған бір не десейші жаңағы. Кітапта дейді бұл, көкпар деген. 30 жасқа барған кезде, спортты қойып отырған кезде бір дайындалып қатысып жүруге болады, құдай қаласа. Құдай қаласа, астыңа бір жақсы тай ат жаңағы. Мықты жылқы алып. Құдай қаласа, олимпиада чемпион болып отырсың. Бүгін мықты жылқысын дайындап жатыр ғой. Жоқ дегенде мықты жылқысын дайындап жатыр ғой. Көрген жігіттеріне рахмет, үлкен жаңағы әр сенің жетістігіңе қуанып, ел болып жаңағы тойлап, алдынан күтіп алып, аэропортта жаңағы несі қашықтыққа қарамай өзің өтіп қолдап жүрген жігіттерді көріп атамыз. Үнемі жаңағы сол жақта мешіттің тарапында жүрген жігіттер, Ғани имам, мысалы, Нұрғиса деп жаңағы дұға қойыңыздаршы деп, осындай бүгін жарысқа шығып жатыр деп дұға қылып жүреді. Рахмет ол жігіттер қолдау. Енді жаңа қалай дейді, қазақтың сөзі бар ғой жаңағы. Елім дейтін ерім болмаса, ерім дейтін ел қайдан болады деп. Ол да болса, ерім дейтін ел болмаса, елім дейтін ер қайдан болсын дейді ғой. Ол да болса жаңағы сенің елге деген құрметің, елге деген жаңағы елге деген ықыласың нәтижесі шығар, әйтпесе. Соншалықты жігіттердің атқа қонып, артынан ат ойлап шауып жүруі де бекер емес. Оның ішінде қазір 4 бала ізімді басып келе жатыр дейсің жаңағы интернатта, құдай қаласа. Тіл көзің аман болса, олар да бір күн осы нәтижені қайталайды деп ойлаймыз. Енді жалпы үлкен нәтижеге жету үшін кез келген адамда өзінің бір ережесі болады. Ол спортшы болсын, ол кәсіпкер болсын, ол жаңа ғылым адам болсын, білім адам болсын, өзінің бір жасап алған ережелері болады енді. Енді әркімде әртүрлі. Біреудің ережесін қайталайды, біреу өзінің ережесі бар. Сол сияқты үлкен нәтижеге жету үшін баста қасиет дейміз ба, бір 3 ереже дейміз ба, бір сондай бір адамның бойында болу керек деген. Жаңағыдай ғой, еңбек қой. Ең бірінші очередь ол еңбек. Еңбекқорлық қой айтқан кезде. Еңбек дегеннің ішінде мысалы көп нәрсе болады ғой. Еңбек дегеннің ішінде жаңағыдай сен жарысқа дайындалып жатсың, залға бірінші кіріп, жаңағыдай соңғы шығуға тырысу керек. Вот сондай нәрсе. Көп еңбек ету керексің ғой. Қасындағы спортшылардан солардан артық жасау керексің. Мысалы жаттықтырушы айта ма? Мысалы 6 подход дей ма? Соны 7 подход, 8 подход жасау керек. Мысалы 4 түрлі 5 түрлі жаттығу бере ма, содан бір 6 түрлі өзің қосып, дополнительный қосып, сөйтіп жаттығу керек та. Мысалы жаңағыдай өзің ойлау керексің ғой, анда дайындалып жатқан мен қарсыластарымнан, солардан мен артық істеу керекпін жаттығуды. Вот сол кезде мен жарысқа оңай шығам, және де сол жарысты оңай жеңіп алам деп сөйтіп өзің дайындау керек та. Сол еңбек ішіне соның бәрі кіреді да. Одан кейін тәртіп. Тәртіп ол ең бастысы. Адам спортшы болғаннан кейін, профессиональный спортшы болғаннан кейін ол сабырлы болу керек. Ол тәртіпті болу керек. Жаңағыдай сен тренеріңді тыңдау керексің. Жаңағыдай өзімше мен чемпион миром болды, мен өзім білемін, режим сақтамаймын, өзім қалай жүремін солай келемін деген. Ондай нәрсе болмау керек та. Сен тренерсің ба? Мысалы өзбектерді көрдіңіз ғой, боксерлік жігіттерді кәдімгі сабап жүр ғой. Екі дүркін олимпийский чемпион, соны сабап жүр ғой. Сол сияқты да. Егер тренерің тыңдау керексің, жаңағыдай соған бағынышты болу керексің да. Тәртіпке бағын құл болмайды дейді бауыржан момышұлы жаңағыдай. Тәртіпсіз ел болмайды. Олсыз тәртіпсіз ондай несі жете алмайсың да. Тәртіптің ішінде жаңа дисциплина бізге түсінікті. Енді орысша ойлап кеттік қой біз, жаңа орыс тілді кеңестің кешегі боданнан шыққаннан кейін бізге жаңа қазақшадан орысша оңайырақ болып кетеді ғой кейде. Дисциплина дегенді біз тезірек түсінеміз, бірақ тәртіп деген бұл кең ауқымды нәрсе ғой. Оның ішінде жаңа көшеде жүрген тәртібің бар, үйдегі тәртібің бар, жаттығудағы тәртібің бар, осының бәрі кіріп кетеді ғой. Соның бәрі кіреді ғой. Тәртібің дұрыс болмай, нәтиже дұрыс болмайды деген әңгіме қойып жүр. Әрине, олсыз ешқандай дисциплинасы жаңағыдай ерте жатып, ерте тұру, соның бәрі қадағалану керек. Өз-өзіңе қарау керексің жарысқа дайындалып жатқан кезде. Той, жиын жаңағыдай. Сол ғой. Той, жиын деген мысалы мен де көп бармаймын. Даже мен 2 ағамның тойына бармағанмын ғой. Жарысқа барамын деп, не істеймін деп қатты беріліп кеткенім соншама. Даже бірінші ағам бар, екінші ағамның тойына барамадым ғой. Той менсіз етті. Сондай жағдай болды. Содан кейін жаңағыдай ғой. Аллах тағаладан сұрау керек. Дұға жасау керек көп жаңағыдай. Енді мұсылман болғаннан кейін, біз дайындықта жүргеннен кейін, сол
ең бастысы сол алланы аузымыздан тастамау керек қой, мұсылман болғаннан кейін. Жаңағыдай жарысқа шығар кезде де мысалы ля хауля ва ля куввата илля биллах деп жаңағыдай өзіміздің дұғамызды айтып, вот сол нәрселер Аллах тағаланың күш қуаты ғой барлығы, Аллах тағаланың қалауымен болып жатқаннан кейін Алланы ұмытпау керек қой жалпы. Үш нәрсе деп, үшеуінің біріншісі еңбекқорлық, екіншісі тәртіп, үшіншісі осы дұға дейсіз ғой жаңағы. Дұға қылғанда да өзің ғана дұға емес, ата анаңның дұғасы, жаңағы ағайынның дұғасы, елдің дұғасы, алғысы, жаңағы дұға демекші біз жаңағы қазақ сөз бар ғой жаңағы достан дұға, сол достардың дұғасы деген сияқты көптің тілеуі қабыл болды деп. Жарысқа шыққан кезде де мен видеозын қосып қоямыз да. Әкемнен анашымнан сразу қолын жайып, батасын алып шығамын ғой. Ол жарысқа шықпаймын ғой. Және де папам үйде киіп жүрген тақиларын алып аламын жаңағыдай. Басыма тақи, папам киіп жүрген тақиларды алып алып, сөйтіп жарысқа шығамын ғой. Вот соның өз адамға өз күш жігер береді мысалы. Алланың бәрі көріп тұр ғой, Аллах тағаланың өзі сен қалай еңбек етіп жатсың, соны қалай еңбек еттің, солай береді ғой саған. Еңбек ет, тәртіпті сақта, дисциплинаны сақта және Құдайдан сұра дейсің ғой. Керемет, жаңағы тойға да келмедім деп жатасың ғой, кейде бір жаңағы бір қалай дейміз бір үлкен жолға, үлкен мақсатқа жету үшін құрбандық талап етіледі. Құрбан. Бұл да болса жаңағы сол жолдың барысында сол жолға жүріп бара жатқан адам үшін құрбандық болып саналады. Лайым сол құрбандық ақталады деп ойлаймыз, өйткені әлі бүгінгі таңда да ақталып қойды деп ойлаймын, өйткені Олимпиада 2001 әлем чемпионы болып жатқан жоқ, 2001 әлемнің күмісін алып жатқан жоқ. Ақталып қой. Енді бірақ жаңа өзің айтқандай бір баспалдақ қалып тұр. Алла сәтін салып, денсаулық бәрі дұрыс болып, жаңа жарақатсыз бәрі аман есен болып жатса, Құдай қаласа, мойныңа Олимпиаданың алтынын да тағатын күнді көруді баршамызға нәсіп етсін. Уақытыңды бөліп келіп, пайдалы жаңағы сұхбатыңмен бөлісіп. Енді біз көбінде спорт туралы сөйлесуге болар еді, но бірақ біздің бағытымыз жаңағы тәрбиелік бағыт еді, өйткені осы ауданымыздың өзің сияқты жаңағы азаматтарды үлгі қылып жүрген жастардың бір басқаша бір қырын ашып көрсек деген ой болған ғой. Сондықтан осы тараптан жаңағы шынайы жауап берген жауаптарыңа үлкен рахмет. Алла қаласа ата-ананың, елдің, халықтың алғысын алып аман есен жүре бер. Құдай қаласа Олимпиаданың да алтынын тағып сол күнді бірге қуанып, есіңде ма деп еске алуды нәсіп етсін. Амин. Рахмет.